Мына баланың рентгенінде бір өкпесі полностью жоқ, яғни тотальная пневмония. 2 ай бұрын 2 жасар бала қызылша ауруымен ауырып, 10 күндік температураны қызылшаны әрең жеңді ме дегенде дәл осындай асқынуға ұшырап, біздің ауруханаға келіп ем алуда. 1 ай дегенде енді жақсарулар білінуде. Яғни осы 2 ай ішінде баланың қиыншылығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен педиатр ретінде жоспарлы вакцинадағы әр аурудан екпе алуды ұсынамын. Себебі ол аурулардың ең жеңілі қызылша болып табылады. Қызылшаның өзі осыншама асқынуға ұшыратып жатқанына көзіңіз жетсе, қалған аурулар уже баланы өлтіріп жіберуі мүмкін. Және мен поликлиниканың дәрігері емеспін, себебі бізде қазақстандықтар айтуды жақсы көреді, то, что поликлиниканың дәрігері тек план орындау үшін шақырады деп. Алайда бізде дәрігерлерде тек план емес, сіздердің денсаулықтарыңызды да ойлап шақырамыз. Мен стационар дәрігерімін, маған күнделікті осы екпе алмаған балалар қаншама асқынумен келіп жатыр. Соны көрген соң сіздерге шырылдап айтып жатырмын. Және сақтансаң сақтаймын деп Алла тағаланың өзі Құранда айтқан, сіз дұрыс шешімді өзіңіз қабылдайсыз.